Болат Бидахметұлы Жезқазған аймағын дамыту жөніндегі кешенді жоспарға өзгерту енгізу туралы бастаманы кім көтерді? Оның қажеттілігі қандай? Инициаторами проекта являются и местные... Жоба жергілікті атқару органдары мен кәсіпорынның мұрындық болуымен қолға алынды. Ең алдымен Жезқазған аймағының болашағы өнеркәсіп саласының дамуына тәуелді екенін айта кету керек. Аталған өңірдегі өнеркәсіп ошақтарының арасындағы ең негізгісі Қазақмыс корпорация екені сөзсіз. Сол себепті аймақтың тыныс-тіршілігі де компания төңірегіндегі жағдайға тікелей байланысты. Бүгінгі таңда өндірілген кен көлемі 28 миллионнан 19 миллион тоннаға дейін қысқарды. Оның үстіне руда құрамындағы мыстың үлесі де төмендеп, мыс өндіру көлемі бұрынғы 276 мыңнан 105 мың тоннаға дейін кеміген. Кешенді жоспарға енгізілген шешімдердің толық жүзеге асырылып, Қазақмыс компаниясы белгіленген өндірістік міндеттің шешімін тапса, жобаның ғұмыры тағы 40 жылға ұзарады. Жақын келешекте жұмыс орындары да қысқартуға ұшырамайды. Керісінше, жаңа жұмыс орындары ашылады. Планом предусмотрены мероприятия по отнесению. Жоспарда корпорацияның Жезқазғандағы кеніштердің бір тобын пайдасы төмен кеніштер қатарына енгізуге бағытталған іс-шаралар қарастырылған. Бұл жерде қандай іс-шаралар жөнінде әңгіме болып отыр? В налоговом кодексе существует норма. Салық кодексінде белгілі бір кеніш рентабельділігі төмен деп табылған жағдайда пайдалы қазбалар өндіруге салынатын салық көлемі азайтылады деген норма бар. Салық көлемі өндіріс көлемінің қалай бағаланатынына байланысты, ал өндіріс көлемі қаржылық экономикалық модель негізінде бағаланады. Содан соң пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салықтың төмендетілген мөлшері анықталады. Бұл кәсіпорынның рентабельділігін сақтап қалуға көмектеседі. Мұның да өндіріс көлемі төмендеп, руда құрамындағы мыс үлесі азайып отырған шахта кәсіпорынға жасалып отырған қолдау екендігі даусыз. Бұл Қазақмыс корпорациясына ғана арнап жасалған норма емес. Ол қолданыстағы салық кодексіндегі талаптардың бірі. Специально придуманная для корпорации Казахмыс, это норма действующего налогового кодекса. Кешенді жоспар жүзеге асырылғаннан кейін жаңа жұмыс орындары ашыла ма? Временных рабочих мест при реализации этого плана будет создано 9. Кешенді жоспар жүзеге асыру барысында 9 мың уақытша жұмыс орны, тұрақты 2 мың жұмыс орны ашылады. Бұл аталған бағдарлама үшін тәп-тәуір көрсеткіш. Показателей для этой программы еще хочу сказать, что сондай-ақ бұл цифрды қоспағанда өмір сүруге, бизнеспен айналысуға қолайлы жағдай жасалған жағдайда, бұл өңірде шағын және орта бизнестің дамуына түрткі болады. Развитию малого среднего бизнеса в регионе. Как вы можете прокомментировать спекуляции относительно... Соңғы кезде кейбіреулер мемлекет кешенді жоспар арқылы жеке меншік компанияға салық төлеушілер есебінен қолдау көрсетіп жатыр дегенді айтып жүр. Осыған қатысты пікіріңізді білсек. Осуществляет поддержку частной компании за счет налогоплательщиков. Знаете, когда речь идет о... Білесіз бе, бұл өмір шындығы. Тіршілігі бір ғана кәсіпорынға тәуелді болып отырған тұтас бір қала. Тұтастай бір аймақ жөнінде сөз болып отырғанда біз бұл шындықтан қашып құтыла алмаймыз. Сондықтан бұл жерде біз жай ғана кәсіпорынның емес, аймақтың тіршілігін қамтамасыз етіп, жұмыс орындарын тауып беріп отырған өндіріс ошағының қамын ойлап отырмыз. Шын мәнінде мұның жай ғана кәсіпорынның емес, оның жұмысшыларының қолдауға бағытталған бағдарлама екені рас. Нацелена на поддержку работников этого предприятия.